Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Мен бүгін сіздерге диванның бетіне дивандек тігу үлгісін көрсетемін. Алдымен мына тұрған диванымыздың беткі өлшемдерін алып аламыз. Сөйтіп оны мата бетіне өлшеп түсіретін боламыз. Әрине маталарымызды жаңағыдай ворысын анықтап аламыз. Егер сіздің матаңыз верлюр болатын болса, әрине ворыстары бір жаққа қарай қарау керек. Әйтпесе біздің дивандегіміз жақсы шықпай қалады. Міне мен қазір диванның бір чайсын қырқып алдым. Енді мен келесі екінші бөлігінің матасын реттеп, соған өлшемдерді сызып, оны да қиып алатын боламын. Жаңағыдай маталарыңызды қимас бұрын, жаңа айтып кеткендей, ворысына міндетті түрде мән беріңіздер. Әйтпесе жаңағы дивандектеріңіздің несі дұрыс шықпауы мүмкін. Мұны мен бәрін реттеп турлап алдым. Енді мен өлшемін сызып, матамды дайындап аламын. Әрине дайындап болған маталарымызды бастарын біріктіріп, тігіс араларына кант қойып, жгутпенен жаңағыдай арасына салып тігеміз. Бұл жгут қойғандағы мақсаты бұл әдемі көрінеді және диванның формасын береді. Міне мен қазір дивандектің жаңағы бір-біріне беттестіріп тігіп алып шықтым. Енді келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, жаңағыдай каналыма тіркеліп, қоюларыңызды сұраймын әрине. Келесі видеолардағы ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Келесі видеоларында да осылай дивандектердің жаңағыдай тігілу барыстарын қалай өлшеп алу керек деген сияқты ақпараттармен бөлісетін боламын. Міне біз қазір дивандектің жастығының түсін тігіп бітіріп жатырмыз. Дивандектің де мына жаңғы тігістеріне жаңағыдай өзіне лайықты мынандай окантовка қойып, дайын окантовкалар болады, солай қойып шықсаңыздар, оның да формасын создавать етіп әдемі көрінетін болады. Міне біздің жастығымыз дайын болды. Ал міне біз енді диванымызды қаптап шықтық, дивандегімізді бітіріп. Енді мынау біздің дайын болған диванымыздың бетіндегі дивандек. Ал енді қазір осының алғашқы қалпын көретін боламыз және бір-біріне салыстырып көріңіздер. Құрметті қыз-келіншектер, келесі видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ақпаратты жіберіп алмаңыздар.